Қалайсыңдар достар? Бүгін біздің триптің 6-шы күні ма, 5-ші күні ма, 5-ші күні вроде. Біз жалпы сіздерге тұратын жеріміз жайлы айтпаппыз ғой, соны айта кетейік дегенбіз. Біз дәл қазір Relax Inn деген отельге тоқтадық, ол жолдың бойында. Негізі біз Лос-Анджелестен шыққанда бірінші Сан-Францискоға барып, сол жақта қазақ қыздың үйінде тұрдық. Қазақ қыздың үйінде болғанда комнатасын жалдадық. Ол бізге $70 шықты. Комната болғаннан кейін ол жаңа бір бедрум өзі андай залда жатты. Бізге спальнин берді. Солай сдавать етеді екен. $70 бердік күніне, 3 күнге алдық біз. 3 күнге $210 беріп, сол үйден кеттік. Бір комната болғаннан кейін түсірмей қойдық. Потом одан кейін ол жақтан шыққаннан кейін біз Сан-Хосе деген қалаға бардық, жаңағы Кремниевая долинаға, Силиконовая долинаға. Ол жақтан біз отель снимать еттік. Ол отельді түсіруге ұмытып кетіппіз. Бірақ енді міне мынау келесі отель, получается 4 күн, мынау 5-ші күн қонған отеліміз. Міне мынандай кәдімгідей киноларда болады ғой отельдер, жолдың бойындағы сондай сияқты. Әр үйдің өзінің паркингі бар. Есіктің алдына былай қоясын. Вот. Мынау біздің комнатамыз. Қазір ішінен көрсем қандай екен. Кеттік. Не, дайынсыздар ма? Біз, короче, кеше түнде келіп бірден ұйықтадық. Сол үшін кішкене шашылып жатыр. Қазір тұра сап түсіріп жатырмыз. Жуынып шайынып. Міне айдына жуынып жатыр. Қайырлы күн, қалайсыздар? Біздің үйге қош келдіңіздер деп қояды. Міне кіреберісте сразу раковина, мына жаққа шампунь, сабын бәрін қойып қойған, орамалдар бәрі тап-таза. Сосын міне кофемейкер, кофе машинка, кофемашина. Бірақ кофесі вообще өтірік. Біздер осыған дейін осының алдында да бір неде тұрдық. Үйлерде тұрдық қой. Соларды түсірген жоқпыз. Енді Алла қаласа осы жол бойы түсіреміз. Неге айтпайсың мен? Енді жол бойы түсіреміз, иә. Міне мына жақта фен бар, мына жақта туалет, ванна. Ағызбапсың ғой, деп хочет. Міне ванна, есігі бар. Мына жаңағы кіреберіс есік. Есік былай жабылады. Бүйтіп жабасың, дополнительно бүйтіп қойсаң, короче, до конца ашылмайды. Вот, все. Так, мына жақта типа клозет, киім ілуге, ау-мау. Мына жақта столик. Там отырып. Мен онда мына информацияны айтайыншы. Бұл жақта в основном осындай 2 кровать пен болады, иә? Иә, көбінесе. Көбінесе осындай болады. По идее, мысалы 4 адам болып қыдырсаңыздар, например, 2 парадан болып қыдырсаңыздар, вообще шикарно, например, $80 болса, $40 бөлесіздер, дым болмай кетеді. Иә, негізі мына үйдің бағасы $86 шықты. $84. $84. 83.99. $75 плюс жаңағы такс, бір бәле дегендерін, сервис фи, бір бәле дегендерін, в общем, $84 шықты. Иә, 2 пара алса, мысалға, чисто енді жолда жүрсең, қонасың ғой тек қана, то получается вообще $40 вообще шикарно, иә. Мына жақта міне телек. Видін айтсаңшы? Ең күштісі, иә, міне мына жақта артқы дворикқа шығатын, және вид қараңыздар. Тауға прям. Міне. Осындай. Біз бұл видті таңертең тұрып, түнде көрмедік, сол үшін таңертең тұрып, бүйтіп есікті ашып көріп, уфты дедік, в общем. Міне анау көршілес үйлер. Нені? Ой. Төсектер жиналмай жатыр, потому что енді ояндық, ренжімеңіздер. Еще Абыл екеуміз артық информация айтып жүрейін. Абыл екеуміз от души кәдімгідей екеуміз от души жатып алайық деп, менің аяқта, Абылдың аяқта. Иә, 2 кровать қой. Чё деп пайдаланып. Давай, отдыхать так, отдыхать дедік те, 2 кроватьқа бөлек. Айтып жіберейін, не дейді, қайда тұрғанымыз айттыңыз ба, Чикагода? Сан-Франда ма? Ой, Сан-Франда. Айттым, иә. Бәрін айтып қойғансың. Может, сен айтсай, может, дополнительный бірін сайт қаласың. Жоқ, Сан-Франда просто таныстар арқылы тауып алдық. $70-дан 3 күн тұрдық, $210-ға. И одан кейін қай қалада, Силикон Валли, да? Силиконовая долинада бір тоже осылай жүріп. Ол жақта қаншаға шықты? $100-ға шықты. $100-ға ма? $100-ға шықты. И пока сол екінші қонған, тоқтаған жеріміз қымбаттау болып тұр. Біріншісі $70, екіншісі $100, мынау мне $84. Но біздің пока планымыз сол $100-дан асырмау, иә, каждый түнде тоқтаған. Иә, негізі ертерек заказ берсең, енді 4-5 күн бұрын, то даже $60-50 да табуға болады. Осы әңгімені тоқтатып мына жерге шығайық, а то қазір деген неден қалып қойып, штраф болып. 11-ге дейін шығу керек, уже сағат почти походу 11 болып қалды. Сол, осы міне комната. Мына холодильник бар.
мына жақта мына типа сабақ оқитын жоқ па, $80 өте жақсы, Иә. таптаза, іші приятно кірген кезде. Аха. Бұл отельчикқа 5 жұлдыз қойып кетеміз біз. Негізі біз вообще андай қоймаймыз да? Негізінде бұл жақта сондай нәрсе өте қатты дамыған, кез келген жерге барсаң сол жаққа оценка қою, потому что басқалар өте туристтар көп болғаннан кейін оларға ол пайдалы болады да. Бізде мысалы кіріп сол рецензияларды, отзывтарды оқимыз, несін қараймыз, оценкасын қараймыз, сол өте пайдалы. Сол үшін Біреуге бізде көмектесіп, біреуге көмектесу мақсатында істеп кетейік. Қазір істеп кетеміз осының алдындағы отельде. Сол, давайте, енді бұйырса қазір шығып баратырмыз жолға. Кеше 6 сағаттай жүрдік, бүгін тағы да бір 5 сағаттай жүреміз. Походу тіке жетеміз я бүгін Алматыға. В общем, жолды түсіреміз тағы. Біз деген жолдамыз қазір тағы да тоқтадық. Айттық қой Рестория деген. Жалпы жолға кетіп баратқанда тоқтап, туалет бар, отырып демалатын жер бар, там автоматтар бар. Вот жаңа айтайын дегенім байқағанымыз, каждый осындай Ресторияда адамдарға условия жасалған ғой, тоқтап. Одан бөлек бұл жақта еще Pet Area деген бар. Бұл деген, короче, питомецтарға арналған. Ит, мысықтарың болса, жолда алып жүрген болса, осындай. Сені бір қыдыртып келейін. Да. Үшеуінде уже байқадық, міне осындай. Мына жаққа кірет, ет, шат, пакет тұр, жинап тастауға, вот мына жаққа жинап. Метр су. И су даже вот. Ойлаңыздаршы, бізде трассаларда даже адамға дұрыс условия жасалмаған, а мына жаққа да жануарларға условия істеп тастаған. Міне, мына итін қыдыртып. Міне осылай кіргізеді итін. Иттер кіріп, сиіп түшіп, пакетін алады да артын жинап кетеді. Ойлаш. Даже жануарларға условия жасап тастаған. Портлендқа чуть-чуть қалды, 1 сағаттан аз қалды. Портлендқа баратқанда біз жолдан бір қалаға тоқтадық. Бір қызы қаланың аты Сәлем. Сәлем деп жазылады жалпы ағылшынша, бірақ Сейлем деп айтылады екен. В общем, бұл қалада не бар деп просто жай интернеттен қарасақ, сөйтсем, барлықтарыңыз естіген шығарсыздар, мүмкін біреулеріңіз көрген шығарсыздар. Пролетая над гнездом кукушки деген бір культовый фильм бар. Сол фильм түсірілген больница. Психиатрический больница. Міне осы больницада, осы қаладағы. Сол «Пролетая над гнездом кукушки» деген фильм түсірілген екен. Біз қазір соның алдындамыз. Больница еще кәдімгі жұмыс істейді, иә? Больница әлгінге дейін жұмыс істейді. Бірақ кейбір жерлер музей қылып тастаған, мына жағы музей қылып тастаған, бірақ қазір музей жабық. Біз баратқан жердің бәрі жабық болды ғой. Иә. Енді зато сыртынан көрдік, фотоға түстік. Сол на память. Енді сол киноны бүгін барып үйге қараймын. Тағы да бір Ресторияға тоқтадық. Вроде бы просто остановка, как обычно, но бірақ мына видті қарасаңыздаршы. Ё-моё. Мына қызды қарасаңыздаршы. Ё-моё. Қалайсыздар, достар? Біз келдік Портленд қаласына. Міне біз, короче, аэропорт жақтамыз, примерно отель снимать еткенбіз. Сол отельға онлайн снимать еттік. Отельдің номерін көруге келе жатырмыз. Мен келе жатырмын, Айдын ауыш көріп қойды. Комнаты көрсетеміз, да? Қалай екен? Рум-тур. $150 нормально. Да? Ой, что-то деген не қарағанда. Да? Так, вот. 224. Қойш? Міне вообще отель мынандай примерно. Осындай. Біздікі 2-ші этаж, 224. Ja, есі бар екен. Бірақ әйтеуір темекіші білмеген, сірістен шығып тұр, иә? Я бір сіріс басым. Есікті ашып қайтып, кішкене проветрить. Бірақ іші әдемі екен, да? Иә? Тап өт кешегідегі бағанағы сияқты Не, ғой. телек, кровать. Бірақ бір кровать қана екен. Менде саған не бар? Мына жерде кофе бар, деді. Қойш? Міне, тап-таза. Туалет, не? Ну, мне кажется, нормальный сияқты. Тағы не бар? Микроволновка. Мынау холодильник, скорее всего. Мында Сен кімге айтып жатсың? Да. Сізге айтып жатырмын. Мында холодильник бар. Холодильник бар, микроволновка бар. Так, мынандай шкафтар бар. Деп андай вообще керек емес информация. Еще телевизоры не? Андай старый емес. Старый ғой, ну?
Все. Зато вид. Куда вид? Вид қалаға қарапты. Вид. Міне. Әне. Мынаны да аштың. Сол вообще. Болды біз. Заттарды кіргіземіз. Кілт алып алдың ба? Екі кілт бердің ба? Ух ты. Да. Парковкасы міне дәл астында. Мен мына жерге қойып. Еще завтрак бар. Я, кстати, завтрак бар. Бағасы қанша болды? 2 күнге 155. 2 күнге $155 болды. Депозит алған жоқ. Алмады ма? Алмайды. Бөлгенде, короче, 77 жарым, 78. В общем, $80 ғой, короче. Получается. Сол. Хабарда боламыз. Мақта лестница бар. Лифт жоқ екен, онша емес те. Міне, короче, мынау завтрак. Мынау біреуін ашып тастадық, екіншісін ашпай қойдық. Бірдей ғой, явно. Кеше айттық қой, завтрак кіреді деп отельге. Ішінде міне, короче, йогурт, мынау, походу. 2 йогурт. Сосын в основном батончиктар. Мындай. Сосын мынау попкорн ба бір бәле. Короче, міне осы завтрак. Ну, по сути, мына заттарды магазиннан алатын болсаң, где-то бір $7-8 шығады. Жарайды, $5 дейікші. $5 шығады. 2 адамға $10 сэкономили. Отельдің бағасы жаңағы $75 болса, $80 болса, $70. Нормально. А мынаны отдельно автоматтан сатып алдым астында. Қалайсыздар достар, біз Портландтамыз. Бүгін бірінші күн, кеше түнде келдік. Вот. Дәл қазір біз Портландта орналасқан Питок Мэншн деген жерге келдік. Питок деген кісінің үйі. Питок, ауылдағы Питок бар ғой. Соның үйі. Бұл деген кәдімгідей достопримечательность болып саналады екен Портландта. Онша историясын білмейміз да әзірше, оққан жоқпыз. Я просто Google'дан тауып алдық, қайда бару керек дегенге, осы Питок деген кісінің үйіне барып қайтыңдар деді. В принципе, Мэншн деген Counter-Strike'тағы база ғой. Дос бала дұрыстап айтайық. И міне осындай үлкен үй. Мэншн деген жерге келдік. Короче, ішінде дофига комната бар дейді. В общем, қазір көреміз. Короче, мне Питоктың үйіне вход $12 тұрады адам болса. 2 адамға 24 Питоктың мынау деген офисі, походу. Офисқа ұқсайды. Отбасылық. A room for family дейді. Family room. Отбасылық бөлме. Мына жаққа отбасылар жиналып отырады деп қойды. Не ма? Қанша комната бар деді? Көп деді комната. Бірандай общий нені көру керек. В общем, ладно, кеттік көреміз. Бейсментке потом подвалға сосын түсесің. Питоктың үйіне рум-тур. Тоқта, кіруге болмайтын сияқты. Міне Питоктың... Питок музыка жақсы көріпті ғой. Музыка жақсы көрген. Міне мына жақта. Не бар? Пианино. Ойлашы кезінде осыдан 100 жыл бұрын. Қарса жетіген тұр. 100 жыл бұрын ше, потом бір осы жерде отырып кәдімгі өмір сүрді ғой, Қанша уақыт көп тұрмаған мына жақта? Жоқ, көп тұрмаған. Кішкене уақыт, в общем, историясы бойынша, тарихы бойынша кішкене уақыт тұрған осында. Сосын қайтыс болды да, вроде. Қайтыс болған. Осында үйді салған, сосын қайтыс болған. Потом бұл үйді сносить етпекші болды да. Власти сносить етпекші болды. Бірақ, типа, халық барлығы жиналып, еще, кажется, дом не достроил, да, он? Кажется. Сондай бір нәрсесі бар. Ремонттап, нетіп, үйтіп. Үйді, в общем, сөйтіп со временем музейға айналдырып салған. Ну, по сути, прям айтарлықтай история жоқ, бірақ білмеймін енді. Достопримечательность. Андай емес та там. Осы салып атқанда строительдер өліп қалды. Сосын бұл жақта призрактар бар деп ондай музей болып жасалады, бірақ ондай емес. В общем, міне. Мынау қараңыздар, короче, мынау темекі шегетін бөлме. Үйдің ішінде арнайы темекі шегуге осындай қойып тастаған ғой. Міне. Еще ана жазуды қарасаңыздаршы. Кириллица. Бір орыстармен связь бар деші. Тамақ ішетін бөлме. Яғни мына жақта отбасы отырып
тамақ ішеді. Сервант, ширма, камин. Мынау, короче, кухня. О, пазл құрып жаймыз. Короче, нам пісіретін, походу, пеш. Мына жақта вот пирогтар жасауға болады. Мынау көп кішкентай адамдарға арналған ванна. Өте көп розеткалар бар екен, точкалар. Мына жақта қалаға деген вид. Мына жақта картошка. Жеп аламыз ба? Азиаттар сервин нелер болған екен. Слугалары ма? Мына міне пентри деген кухняда болатын арнайы бөлме. Осындай ұзақ уақыт сақталатын тамақтарды қоятын. Всякие бізде мысалға күріш, гречка дегендер бар, қант дегендер, ұн дегендер осындай барды, вот осы пентриға қояды. Ал мына жақта типа біздің тілде не ғой? Погреб қой, погреб. Овощтарды, фруктарды қойып қояды. Салқындатылып тұратын бөлме. Мынандай телефон. Білесіздер ма, көргенсіздер ма? Короче, мынаны құлағыңа тақайсың, нәрсе сөйлейсің. Екінші этажға бара жатырмыз. Үй деген ондай екен, бір жағынан кіріп, бүйтіп айналып екінші жағынан шығасың. Бір жүрген жерімен қайтып жүрге болмайды, артқа жүрге болмайды, короче. Біз қазір мысалы мына жақтан көтеріліп бара жатырмыз ба? Бүйтіп қазір айналып бәрін көріп шығамыз да, ана жақтан түсеміз. Болмайды. Бүйтіп қазір өтесің о жақпен. Міне, мынау библиотека ма? Кітап оқитын бөлме. Ана жақта кітаптар аз екен өте. Тағы бір телефон не бағанағыдай. Міне бір спальни. Міне бір спальни. Мынау қызының спальни екен. Айдына фото түсіп отыр айнаға. Мына жақта міне вид қалаға. Әдемі екен бірақ үйді. Сыртта әдемі болады дейді ғой. Міне мынау бұрынғы заманның система нагревания воды, походу. Скорее всего. Ыстық дейді. Қарсы еще мына шампунь ағады. Суық. Мынандай щеткалардан қарайсыздар. О, тағы бір бөлме. Кімнің бөлмесі дейді бұл? Nicest bedroom. Мына жерде ескі үйлердің звугы шығады. Полды басқанда. Полды басқандағы. Мынау паркинг. Мынау қараңыздар міне. Тігін бөлмесі. Мынау, короче, телефон емес екен. Ну, типа, негізі телефон ғой. Бірақ, короче, неге көп деп ойлап қарасам, в общем, мынандай екен. Мынаны аласың да, бүйтіп басасың, не dining room деп тұр, kitchen деп тұр, мысалға да, lodge деп тұр, короче. Үйдің ішінде бір-бірімен хабарласатын жер. Басасың, сол бөлмедегі осындай звондайды, трубканы алады, сөйлеседі. Ойлаш. Міне, жаңа Генри Питердің жуын бөлмесі, жуынатын бөлмесі. Міне, мынау сол Генри Питердің бөлмесі. Походу, или хотя бы кішкентай болуы мүмкін ба? Бірақ қазір көреміз. Басқа таппасақ. Міне, мынау Генридің төсегі. Бұл төсек қазір музейде. Бұл үйде емес. Бұл үй хотя музей, бірақ бұл үйде емес. Мынау, короче, жаңағы Генри Питердің әйелінің комнатасы. Бағанағы, значит, Генри Питердің комнатасы, бірақ неге кішкентай деп ойлап едім, может шатасып тұр деп. Сөйтсе, короче, 14-ші жылдары бай адамдар үшін әйеліне, күйеуіне бөлек бөлме стал популярны болған. Сол үшін жаңағы анау күйеуінің бөлмесі, мынау уже әйелінің бөлмесі.
Прикиньте, әйел мен күйеуі бөлек жатқан 14 жылда. Бөлек жатқан ба білмеймін, бірақ бөлек Популярный болған байлар үшін. Че, может, мы сделаем 14 жыл? Де? Мынау Генри Питоктың немерелерінің бөлмесі. Міне. Кішкентай. Легендалар бар, что түнде мына куклалар оянады. Біз қарап көрдік интернеттен. Генри Питок деген кезінде редактор болған, короче, издательствосы болған, короче, газеттер шығаратын. Кезінде білесіздер ғой, енді интернет жоқ кезде, телевидение жоқ кезде газет деген номер 1 не болған ғой, информационный портал жалпы. Сондай, короче, в общем, газет, не, издательский несі болған, компаниясы болған. Сосын ағаш және қағаз магнаты болған. В общем, кезінде өте бай кісі болған, короче, состоятельный. Өте. Мынау тағы да бір детский бөлме. Мынау жаңағы ол балаларға арналған немерелерінің бөлмесі екен. Сонда үймен, подвалға кіреміз біз. Иә. Мен осындай үлкен үйлердің подвалын көргім келіп жүреді. Как раз мен қазір көрген болатынмын. Ана подвалына түсуді қарасай. Анау мынау емес, кәдімгідей. Әп-әдемі сияқты оның подвалы. Подвалы үйден жақсы сияқты ғой кәдімгі. Көптеген. Жаңа жазылып тұрды ғой, Орегон қаласы су астына кеткен деп бір нәрсе деп содан қалғанда сияқты вроде. Ана машинаның номерлерін алсақ шіріп отыр. 1948 жылы осы Портландта наводнение болған екен. Міне мына жақта фотоларын салып қойған, сол наводнение кезіндегі. Міне. Сол жаңағы ана жерде тұрған заттар, сол наводнениеден кейін жаңағы шірген, сондай сақталып қалған заттар ғой, в общем. Аяғына заноза кіріп кеткен адамның скульптурасы. Аяғынан заноза алып шығып жатыр. Заттар саласында көтересің ғой, типа лифт маленький. Бұл деген, короче, типа кухняға барады. Көбінде андай кір жууға қолданады. Бұны, короче, кірлерді салады, бүйтіп астыға жібереді. Астында кір жуатын бөлме болады. Қалай, док? Әдемі? Өте. Йо. Біз болдық, үйді аралап, үйдің артынан шықтық, короче. Мына жақта, вот, міне, мынандай вид. Қазір еще ар жаққа барамыз, қазір көреміз. Ойлаңыздаршы, 18,5 гектар жер алып жатыр. Жай ғана территориясы. Ол дегенің 1 гектарда қанша? 10.000 квадратный метр бар ма? 180.000 квадратный метр ма сонда? Ойлаш? Или ойламайсың ба? Ойламайым. Ойлама. Ойлама. Суретке мына жерге түсу керек сияқты. Жаңағы бір адамның үйі көктөбе болып жатыр ғой. Біз отырмыз мына жерде. Әне, артта үй. Мына жақта қалаға деген көрініс. В общем, типа бізде как будто көктөбе салып, көктөбе тұр ғой. Сол жерге біреу барады да үйін салып алады бүкіл көктөбенің территориясына. Міне. Жаңағы Питоктың үйінен қалаға деген көрініс. Мынау алдыңызда тұрған Портланд қаласы. Кәдімгі жап-жасыл қала. Өте Портландта жалпы өте саттар өте көп екен. Бау-бақшалар, сондай парктар өте көп екен. Сол баяғы интернеттен қарады, не қараса болады деп, не бар деп. Короче, ең қызық нәрселердің бірі Портланд қаласында жалпы, осы Орегон штатында жалпы «Сумерки» деген кино түсірілген. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. «Сумерки» деген киноны, вот. Сол «Сумерки» фильміндегі басты герой бар ғой, Роберт Паттинсон ойнайтын. Кім еді аты? Эдвард Каллен деді, вампир. Вот мен өзім бірінші частьті көрдім, сосын ары қарай көрмедім. Соның үйі орналасқан. Hi. Yeah. В общем, короче, сол Эдвардтың үйі міне мынау. Жалпы территориясына кіруге болмайды жалпы тұр. Ане қарасаңдар, кіріп бара жатыр. Территориясына кіруге болмайды деп жатыр, бірақ бір екі қыз келді, тоже кіріп бара жатыр. Сыртында жазылып тұр, короче, частная собственность, фотоға түсіруге болмайды деп жазып қойған. Бірақ аналар кіріп бара жатыр, айдына қорқып жатыр кіруге. Заң бұзбайық деп.
В общем, міне мынау үй шетінен көрініп тұр ма? Көрінбейді вообще. Олар американецтер ғой, қорқпайды. Жалпы осындай. Қара қыздардың істеген. Ана жерге барды да фотоға түсті да кетіп баратыр. Короче, ана қыздар жүгіріп барды да фотоға түсті да рельске қашты. Кәдімгі соның тұратын үйі ме екен, кәдімгі? Жоқ, сол кинодағы үй ғой. Міне мында жазып қойған, короче. Болмайды кіруге. Фотоға түсіруге болмайды деп. Мына үй. Ар жаққа кірмей қойын, заңды бұзбай қойын. Өйткені кім біледі, басқа елде жүрміз, малали. Айдына отыр, қорқып машинада. Қома достар, дәл қазір біз өте ерекше паркта жүрміз. Бұл парк несімен ерекше? Бұл парк, міне, міне достар, мынау парк. Мил Эндс парк деп аталады. 1948 жылы салынған, 1976 жылы официально парк деген атаққа ие болған. Бұл парк книга рекордов Гиннесқа енген. Әлемдегі ең кішкентай парк ретінде. Изначально мына жерде негізі андай фонарь қояйын деп айтқан ғой. Иә, мұнда фонарный столб қоймақшы болған. Осы жерлерде бір офистан қарап отырып, бір журналист осындай парк жасаған. Мына столбты нені қойған, астын фундаментін салған. В общем, столб қоймақшы болғанда, сосын столб қойылмаған, и жаңағы журналист қарап отырып, мына жаққа келіп, короче, гүл отырғызып кеткен ғой. Сосын ол гүл өскен, в общем. Потом со временем парк атағына ие болды. Адамдар қазір, короче, бұған келіп, там су құйып тұрады екен. В общем, қараңыздар, міне мынандай кішкентай ойыншықтар салып қойған, кәдімгі, короче, определенный бір уақыт сайын мына жақта ойыншықтарды ауыстырып тұрады екен. Тематикасы ауысып тұрады, иә, әртүрлі, короче, там мысалға бір кезде келіп, там трамплин салып кетеді, колесо обозрения салып кетеді деген сияқты да. В общем, короче, мне Мил Эндс парк 1948. Мен даже ішінде 25 цент жатыр. Крокодил, аллигатор жүр. Давай 100 теңге қойды бесе. В общем, прикиньте, вот осындай әлемдегі ең кішкентай парк. Короче, если что, там қыздарды свиданияға шақырғыларыңыз келсе, паркқа шақырсаңыз болады осы паркта. Сол алды екеуміз отырмыз паркте. Иә, паркта свидание жасап. Біз келесі жерге келе жатырмыз. Картадан тауып алдық. Ведьмин дом деген. Жалпы, короче. Қалай екен? Шетелдіктер ведьмаға жалпы шенеді. Wildwood Trail'мен жүреміз ба? Иә, осымен жүреміз. Шетелдіктер кезінде ведьма дегенге қатты сенген ғой. Вот. Короче, осындай бір орманның арасында бір үй тұр, ол жаққа машинамен өте алмайсың, тек жаяу өтесің. Вот, сол жолмен кетіп бара жатырмыз. Жалпы Портландта жаңағыдай қатты бір танымал жерлер жоқ. В основном ол парктер, я осындай міне таулы, тасты, ағашты жерлер өте көп. Бірақ керемет екен, енді мысалы тауға шыққанды жақсы көретіндер болса, Алматы сияқты. Мен шапқын қалай шапқын? Жаңа H&M'ға кіріп $4 сатып алдық. Негізі $13 деп тұрды да, скидка болатыр екен. 13 деп алғанбыз, даже біз білмейді. Білмейді. Сөйтсек $4. Сонымен Абыл шешпейді енді, басынан тас тамайды. Я еще, короче, рубашкамен шорты алдым, оны ертең кием. Көресіздер. Айдынарда өзіне бір нәрселер алды. Иә, бірақ енді Абылдікіндей қатты кеткен жоқ. Мен обычный шалбар алдым просто, трико деген сияқты. Абыл енді қатты кетті, дизайн болып. Жан жақты көрсетсеңізші. Сол, қазір жан жақты көрсетсем. Міне. Ана жақтарда бар. Керемет, мә, иісі қандай керемет мына жер енді деген. Ана жаққа түседі екенбіз біз. В общем, я негізі Портланд сондай зеленый город. Ну, Абыл бүйтіп ойлағанда Ниагара Челис, да? Иә, жақсы. Ниагара Челис бола ма? Ниагара Чил. Ниагара Чулусь. Ниагара Чулусь. Ниагара Чулусь екен ғой? Иә, Ниагара Чулусь. Все, давайте. Біз әлі түсіп келе жатырмыз.
Естідіңіздер ма? Естідіңіздер ма? Ведьма осылай күледі деп айтқан негізінде. Сен ба? В общем, осындай. Ана жоғары жақта адамдар келе жатыр. Жескач күшті, әдемі. Да, өте әдемі жер екен. Мына ағашпен өтуге болады еще. Де? Мен түсіріп тұршы мен өтейін. Міне біз кеп қалдық вроде. Міне. Міне ведьманың үйі. Мен ойлап едім, по идее, андай ағаштан салынған, конечно, андай есігі болады, кіресің, ішінде котел болады, ана балаларды котелға салып қайнатып жейді ғой. Де? Көрейік ішін енді, не болса да. Де? Ішінде шенке жоқ мұнда? Кладовка бар? Де? Мына жақта ше? Мына жақта вообще дым жоқ. Міне. И... Қалайсың? Сонда ағаш иісе қойғанда күшті болатын еді негізінде. Жоқ, мынау боямағанда күшті болатын, бояп тастамағанда. Вандализм. Екінші этаждамыз. Ана кішкентай баланы қарашы. Ана ағаның артында. В общем, осындай. Примерно ведьма осы балконда тұрып деп темекші кетін ғой. Короче, Rose Garden ба? Иә. Rose Garden деген сатқа келдік. Бұл жақта кілең розалар кругом. Әп-әдемі гүлдер. Міне мысалға міне розовый, ақ гүлдер, әп-әдемі гүлдер. Міне мысалға бір әп-әдемі гүл. Қалай? Yes, әдемі. Комплимент жасаудан мастермін. Сондай не ойнасақ, рысқы ғой мысалы ше. Не? Мысалы, қазір айтамын. Типа ванильный комплимент. Ванильный комплимент деші. Мына шөп жап-жасыл. Қыз тоқта. Жоқ, мен айтайын. Давай. Дәл қазір сыртта суық ауа райы, бірақ мен тоңбай жүрмін, білесің бе неге? Жанымда сен барсың. Жоқ, өйткені кофта бар. Осындай, короче. Вот, міне розалардың арасында жүрміз. Прикольный. Темір қандай мұздай. Бірақ қолыңды алсаң уже мұздай болмайды. Жаңағыдай сияқты ол. Иә. В общем, жаңа осында кірке атқанда айдына сторис түсірген, типа жан жақта роза бар, неше түрлі розалар бар деп. Сосын мен шутка тықтым, типа мына жақта мысалға Роза Рымбаева бар, мына жақта Роза Әлғожа деп. Қалайсың шутка? Де? Сабитова, давай поженимся дағы. Давай поженимся. Гузеева емес па? Сабитова деген бар емес па тоже? Мынау Роза ма не? Роза емес қой? I think so. Мынау да Роза емес. Мынау вообще Роза емес. Дальше қайда жүреміз? Анау сары Роза. Жүр былай жүреді. Короче, бізде бизнес идея бар. Түнде осында келеміз да, розалар ұрлаймыз да, сатамыз. Кімге роза керек, хабарласыңыздар. Мен ана жақта енді отырғызғанда. Күн қараңғы болып баратыр, иә, уже? Кеш батты уже. Иә. Бірақ жанымда сен барсың. Жарық болып тұрады, иә? Бағанадан бері ойланып жүрдім ба соны? Жоқ, сразу келді ойыма. Ух ты. Шрикник болып жатыр ғой мына жерде адамдар. Мына жақта концерт беретін сияқты ғой, иә? Адамдар тұрады да. Voodoo Donuts деген, короче, Портландта ең популярный донат сататын жерге келдік. Прям кәдімгідей очередь болады, міне мен артында очередь тұр. Әдеттегідей өйстіп артындағыларды көрсем, прямой түсірмеймін. Негізі мынау ито, короче, нормальный очередь. Біз фотолардан қарап едік, видеолардан прям жесткий очередьтер болады екен. Вот, поэтому и көрейік деп, в общем, келдік. Осындай жер. Voodoo Donuts. Міне донаттардың неше түрлісі бар екен. Мен аусын аламын. Пинет. Пинет? Давай маған вуду алсай. Мен вуду кукланы жеп сайын.
бутонмен бар ғой даже Буду деп тұр ма біреуі? не буду дол бутонмен бар даже короче мына өздерінің даже футболкалары бар міне буду донат деген до того популярный. Сосын міне еще кружкалар бар екен.